Баршаңызға сіздермен бірге дәметкен бүгін сіздерге орам жапырақтан жасалған екі түрлі салаттың рецептісін ұсынамын. Мерекелік дастархан көркін ашатын дәмді салатты осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Алдыңғы уақытта әлде көп видео рецепттермен бөлісетін боламын. YouTube каналыма лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. 350 грамм тауық етіне 1-2 ас қасық соевый соусты құйып, мендегі дәмдеуіш ол орегано мен тұз. Сіздер қалаған дәмдеуішті қоссаңыз да болады. Осының барлығын жақсылап араластырып, маринадтауға алып қоямыз. 1 штук қиярды соломка қылып турап аламыз. 200 грамм орам жапырақты турап, қиярды орам жапырақты бір тереңдеу ыдысқа салып, үстіне жасыл горошекті қосып, шымшы тұз 2 ас қасық майонез салып араластырамыз. Жағдайындағы майонез рецептісінің сілтемесін видеоның астында қалдырып кетемін. Әрі қарай салатқа жұмыртқадан блины керек болады. Ол үшін 2 жұмыртқаға шымшы тұз қосып, шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Қызып тұрған табаға жұмыртқамызды құйып, 2 жағынан блины сияқты қылып қуырамыз. Жаңағы маринадқа алып қойған тауық етін алып, күнбағыс май құйылып тұрған табаға салып, 2 жағынан қызарғанша дейін қуырамыз. 1,5 стакан су құйып, су қайнап, сарқылып қалғанша дейін қуырамыз. Шамамен 3-4 минуттай. Әрі қарай етті жұмыртқаны ұзынша қылып тураймыз. Салатты ыдысқа салып, үстіне қуырылған етті қойып шығамыз, ал айналасына жұмыртқаны қоямыз. Мен салған тарелкамның диаметрі үлкендеу. Егерде закусочный тарелкаға салып беретін болсаңыз, шамамен салат 3 жерге болып қалады. Осымен біздің салатымыз дайын, ас болсын. Екінші салат дайындауын бастаймыз. Піскен тауық етті майдалап тураймыз. Орам жапырақты да турап аламыз. Орам жапырақтың орнына пекинский капуста қолдансаңыз да болады. Содан соң сиырды ұсақ үкіштен өткіземіз. Салаттың жинауын бастаймыз. Бізге маринадталған саңырауқұлақ, сиыр, орам жапырақ және тауық еті керек болады. Орам жапырақты тарелкаға салып, бетіне майонез жағып шығамыз. Одан кейін саңырауқұлақты қойып, майонезді жағып, келесі кезекте бізде майдалап туралған тауық етті салып, майонезді жағып, одан кейін үкіштен өткізілген сиырды салып шығамыз. Майонезі сіңу үшін тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Осымен біздің салаттарымыз дайын болды, ас болсын. Видео ұнаған болса, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болғанда біткен.